Білім беру жүйесі қай кезде болмасын қызығы мен қиындығы мол күрделі сала. Өскелең ұрпаққа жан-жақты білім беріп тәрбиелеу әрбір ұстаздың білім беру үрдісіндегі басты міндеті. Жетекші Күреңбел қазақ орта мектебінің қоғамдастық мүшелері бұл күнде білім саласындағы елеулі өзгеріске барынша ынта-жігерімен ден қойғандай. Қоғамдастық мүшелері күнделікті сабақ беру үрдісін жаңа әдіс-тәсілдерге құрып өткізіп, оқушылардың білімдерінің тереңдеуіне зор ықпал етуде. Мұғалімдер онлайн режимде мектептер арасында аудандық байқаулар мен конференцияларға үздіксіз қатысып отырады. Желідегі әріптестермен ынтымақтастықта жұмыс жасау дағдыға айналған. Мектептер арасында бірлескен оқу ұйымдастырылып, әріптестер өзара тәжірибе алмасуда. Желілік қоғамдастық жоспары құрылып, жоспарға сәйкес серіктес мектептермен білім берудің инновациялық әдістерімен ой бөлісу, өзара ынтымақтастық, қарым-қатынаста жұмыс жасау жүйелі жүргізілуде. Серіктес мектептермен жүйелі қарым-қатынас мұғалімдердің кәсіби даму алаңына айналды. Желідегі жұмысты бұдан әрі жандандырсақ, болашақта жекелеген оқушылардың да қажеттілігін қанағаттандыратынымыз сөзсіз. Алматы облысы Кербұлақ ауданында 5 жетекші мектеп бар. Біз Күреңбел қазақ орта мектебі сол 5 жетекші мектептің біріміз. Біздің қарамағымызда бірнеше серіктес мектептеріміз бар. Олар аудан орталығында орналасқан Қонаев атындағы орта мектеп, номер 49 орта мектеп, Сарыөзек орта мектебі, Жоламан орта мектебі, Малайсары, Қарашоқы орта мектептері. Біз қарамағымыздағы серіктес мектептердің мұғалімдеріне үнемі қолдау көрсетіп, олармен бірнеше идеяларымызды бөлісіп, қызықты семинарлар өткізіп, тәжірибе алмасып отырамыз. Тірек мектеп болғаннан кейін барып, сол серіктес мұғалімдерге үнемі қолдау көрсету біздің басты назарымызда. Мына жерде мектебіміздің 3-ші қабатында қысқа мерзімді сабақ жоспарларының үлгілерін әзірлеп қойғанбыз. Серіктес мектептің мүшелері кез келген уақытта келіп, бұл жерден қысқа мерзімді сабақ жоспарларының жақсы үлгілерін көріп, танысып, тәжірибе алмасып отырады. Серіктес мектептің кез келген қажеттіліктерін ашуға жетекші мектеп ретінде әрқашанда біз дайынбыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің желілік қоғамдастығының мүшелері. Өздеріңіз білесіздер, осы желілік қоғамдастық арқылы біз біраз нәрселерді талқылап, тәжірибе алмасып, осы желінің біздің жалпы мұғалімдер үшін пайдасы өте зор екенін күннен күнге көзіміз жетіп келе жатыр. Бүгін сіздерді жинаған себептеріміз, құрметті серіктес мектептің жетекшілері бар, мына жерде біздің мектебіміздің біраз мұғалімдері бар. Біз Күреңбел қазақ орта мектебі жетекші мектеп болғаннан кейін сіздерге үнемі қолдау көрсетуге міндеттіміз. Сондықтан қазіргі кезде өзекті болып отырған тақырып бұл сабақты зерттеу. Енді сабақты зерттеуді бастамас бұрын біздің жалпы желілік қоғамдастықтың өзінің мақсаты жақсы идеялар мен тәжірибелерді бір-бірімізбен бөлісу, тәжірибемізді ары қарай нығайту, сапалы білім беру мақсатында жұмыс жасаймыз, оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бүгінгі біздің талқылайтын сұрағымыз қазіргі таңдағы ең өзекті болып отырған сабақты зерттеу әдістері. Осы сабақты зерттеу бойынша қазір сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіздің көкейкесті мәселелеріңізді айтып, не түсініксіз сол туралы айтсаңыздар. Енді біз не айтсақ болады? Біз ана сабақты зерттеу топтарын қалай құрдық? Мысалы, біз алдық бастауыш сыныптарда жаңа бір мұғалім сабақ беретіндіктен бір сыныпты ғана алдық та, бастауыш мұғалімдердің тобынан бір 5 мұғалімді таңдап алдық. Ал орта буында бір сыныпқа сабақ беретін мұғалімдерден таңдап алдық. Енді осы тәжірибемізді, мысалы, мына Қонаев мектебі қалай жасап жатыр екен?
Бізде 7-ші сыныптар мен 1 сыныпта сабақ беретін гуманитарлық бағыттағы қазақ тілі, ағылшын тілі және орыс тілі пәндерінің мұғалімдері топ құрдық, және де сол ең алғашқы зерттеу сабағын өткізуге жұмыстарды жүргізіп жатырмыз күнделікті. Сұхбатымызға келе алмай тұрған Қарашоқ орта мектебі бар, Жоламан орта мектептері бар. Ол кісілермен біз қазір онлайн режимде де осындай тәжірибемізді алмасуымызға болады. Ол кісілерге бағана ескертілгенбіз, егер келе алмасаңыздар, онлайн режимде де бізбен хабарласып, сұхбаттасып отыруларыңызға болады екен деп. Сондықтан қазір Қарашоқ орта мектебімен сөйлесіп көрейік. Ол жерде де қандай жұмыстар жүріп жатыр екен осы сала бойынша. Жоспарды қалай құрып жатырсыздар? Бізде арнайы лицензияда оқып келген қыздар бар ғой, сабақты зерттеу бойынша. Сол қыздар жоспарды құрып, бір-бірлерімен бірлесіп жоспар құрып жатыр, бәрі бірге отырып. Енді сол жоспарлардың бәрін сіздердің пошталарыңызға саламыз, электронды пошталарыңызға. Сол арқылы бір-бірімізбен байланыс жасайық. Өткізген кезде сіздер шақырамыз, мүмкіндіктеріңіз болса келіп қатысуларыңызға да болады. Ол оңай шаруа емес, сондықтан келіп қатысқандарыңыз тіпті жақсы болатын еді. Жоспарлауды сол кезде тағы да көресіздер. Түйгендеріңізді бағанадан бері Қарашоқ орта мектебіне бізде келе алмаған әріптесіміз Қойшыбекова Ғали апайлар осы сұрақ төңірегінде қиналып отыр. Бұл жоспарлауды қалай жүргіземіз? Бұл басқа сабақтың жоспарлауына қарағанда өзгеше. Оны қалай өткізу керек деген сияқты біраз нәрселер бойынша сұрақтар қояды. Сіздер соны осы онлайн режимінде өздеріңіз электронды поштаға түсінгендеріңіз жазып, Instagram желісіне салып, білгендеріңіз айтып, мына өзіміздің желідегі әріптестермен бөлісіңіздер. Егер осыдан жақсы сабақтарымыздың нәтижелі шығып жатса, одан ары қарай біз басқа жетекші мектептің бізден басқа 4 жетекші мектептің мұғалімдері әріптестері бар. Ауданымызда сол мектептермен де бөлісуімізге болады. Бірте-бірте сабақты зерттеуді бір қалыпты бір жүйеге түсіріп алғаннан кейін біздің сабақты зерттеуімізге басқа серіктес мектептің мұғалімдерін шақырып тәжірибе алмасақ, бұл өте жақсы жұмыстың нәтижесі болады. Сіздер енді осы жұмысты нәтижелі аяқтайық деп мен сенім білдіремін сіздерге.